Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен кәсіби заңгермін. Бүгінгі видеода біз осы өздеріңіз білетіндей микрокредит, микрофинансовая организация деген солардан қарыздарыңыз көп адамда негізі бұндай қарыздар бар. Айта кететін болсақ, ол микрокредиттерді көбінесе елдер Zing, Moneyman, Tengo, жылдам ақша, деньги населению деген әртүрлі компаниялардан ақшаны алып, олар сіздерге 300-400%-термен үстінен қосып, сол ақшаларды қазіргі кезде төлеп жүресіздер. Ол негізі барлығы заңсыз, үстіне осындай 400-500% қосқандарының барлығы. Оның шешу жолдарын негізі мен сіздерге қазір айта кетемін. Негізі бір моментті сіздерге айтып кеткім келеді. Осы Zing, Moneyman, деньги населению деген осы компаниялар бұл лицензированный компанияларға жатпайды. Яғни осы лицензированный компания дегеніміз ол микрофинансовый организацияларға осы национальный банк лицензия беріп, ғана олар заңды түрде жұмысын жасайды. Осылай халыққа ақша береді заңды түрде. Ал қазіргі айтып отқан осы Zing, Moneyman және тағы басқа компаниялар, олардың лицензиялары жоқ, және олардың берген займдарының барлығы заңсыз болып табылады. Сіздер осы лицензия бар немесе жоқ екендігін, сіздер осы национальный банктың сайтына кіріп, өздерінің официальный сайты бар. Сол жерде осы реестр микрофинансовых организаций деген реестрдан қарасаңыз болады. Ол жерде әр микрофинансовый организацияның қайсысында лицензиясы бар, сол микрофинансовый организациялар ғана сол реестрда бар. Сіз қарыз алған организация ол жерде болмаса, ол сізді қарыз алған компанияңыздың лицензиясы жоқ деп есептеледі. Осы 2020-ға дейін сіздер осы алған қарыздарыңызды осы қанша алдыңыз, сонша қылып қайтарып беруге негізі мүмкіндіктеріміз бар. Бірақ 2020-дан кейінгі микрофинансовый организациядан сіздер бір займ алатын болсаңыздар, бұлар негізі белгілі бір қиындықтарды тудырады. Өйткені 2020-да жаңа өзгерістер енгізілді заңға, яғни осы микрофинансовый организациялардың барлығы заңды түрде лицензиясы болып, сондай кезде ғана олар өздерінің осы займды бере алады. Сіз білетіндей, осы уақытлы осы қарыздарыңызды жаппаған жағдайда, сіздерден осы микрофинансовый организациялар, яғни осы Zing, Moneyman дегендер, бұлар сізден 3 есе немесе 4 есе сіздердің қарыздарыңызды қайтартқызады. Олардың қалай қайтартқызатынын мен сізге қазір айтып кетемін. Ең біріншісі, бұлар қазіргі кезде сізді сотқа шақырмайды. Соттың шешімін шығарып, ондай қазіргі кезде практикада жоқ. Ең біріншіден олар осы өзінің документтерін, яғни договорын алып, нотариусқа барып, нотариальный надписті алады. Оны негізі ол бір күннің ішінде алып, сот орындаушыларына апарып өткізіп, сізден осы сіздің қарызыңыздың үстінен 3-4 есе сіздерден осы ақшаны алып отырады. Сіз өзіңіздің алған соммаңызды ғана қайтаратындай, және осы сіздің кредиттарыңызды, яғни микрокредиттарыңызды толық қалай жабуға болатынын сізге қазір айтып кетемін. Сіз сотқа бірінші барып заявленияңызды өткізбей тұрып, ең алдымен сіздің қолыңызда договор болу керек, сол микрофинансовый организациямен. Ол договорды сіз қалай алуыңызға болады. Ол договорды алу үшін сіз ең біріншіден сол қарыз алған, яғни Moneyman немесе Zing бір микрофинансовый организацияға өзіңіздің бір письмоңызды жіберуіңіз керек. Ол письмода сіз договорды сұрайсыз, бірақ көбінесе практикада ол договорды сізге бермейді. Өйткені олар алдын ала біліп тұрады, сіз ол договорды қандай мақсатпен алғыңыз келіп тұрған. Сондықтан сізге договорды бермегеннен кейін, сіз осы договорды алмаған жағдайда, сіз сотқа заявленияңызды беріп, бірге сонымен ходатайство жібересіз. Сол ходатайство ол осы сіз қарыз алған микрофинансовый организациядан сол договорды талап ету туралы ходатайствоны жібересіз. Сол уақытта сот сіздің заявленияңызды қабылдайды. Сіздің заявленияңызды қабылдағаннан кейін сот 5 күн ішінде SMS арқылы сізге соттың осы болатын уақыты, күні жайлы сізге ақпаратты жібереді. Сот болатын күні сіз бүкіл документтеріңіздің барлығын осы сотқа оригиналдардың барлығын көрсетіп, бұл документтің барлығы және сіз осы қарыз алғаныңыздың рас екендігін дәлелдеп, осы договор болмаған жағдайда және
осы сіз микрофинансовый организациядан кімнен қарыз алдыңыз, ол организация сотқа келмеген жағдайда сот өзінің решениясын, яғни осы шешімін сол жерде шығарады. Егер де сотқа осы микрофинансовый организацияның өкілдері, яғни осы солардың адамдары келіп өздерінің құқықтарын қорғамаған жағдайда, сот өзінің осы сіздің араларыңызда болған договорды, яғни келісім шартты заңсыз деп шешім қабылдайды. Осы соттың шешімі шыққан жағдайда, соттың шешімінің өзі күшіне 30 күн ішінде өзінің заңды күшіне енеді. Заңды күшіне енгеннен кейін сіз сол шешімнің копиясын алып, осы микрофинансовый организацияға барып, сол решенияның копиясын өткізіп, сонымен қатар қанша ақша алдыңыз, соны қайтарып бересіздер. Сонымен сіздің қарызыңыз осы микрофинансовый организацияның алдында жабылады. Егер де осы алдын ала исполнительный надписпен осы микрофинансовый организация сіздің бүкіл шоттарыңызға арест қойған жағдайда, сіз осы шешіммен барып, өзіңіздің аресттарыңызды шешуіңізге болады. Ол шешімді сіздер барып сот орындаушыға, қай сот орындаушы сізге арест қойды, соған барып көрсетіп, копиясын қалдырып, сол жерде өзіңіздің аресттарыңыз 2-3 күннің ішінде шешіледі. Енді достар, осы біздің видео аяқталып қалды. Осы видеода сіздердің қандай да бір сұрақтарыңыз және де тағы да басқа бір жағдайлар болып жатса, осы ссылкаға, осы видеоның астындағы ссылкаға негізі басып, менің WhatsApp-ыма өтіп, және сол жерде өздеріңіздің сұрақтарыңыздарды, жағдайларыңызды жазып, түсіндіріп кетсеңіздер болады. Мен сіздерге осының барлығын сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Және сонымен қатар менің негізі практикамда неше түрлі осы микрокредитный организациялармен негізі соттар және спорлар болған, олардың барлығын негізі шешкен болатынбыз. Сондықтан әртүрлі бір сұрақтарыңыз болса, ұялмай осы ссылкаға өтіп, маған сұрақтарыңызды қойсаңыздар, соларға мен жауап беруге қуанамын.